Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі клиентіміздің шашы өте қысқа шаш, бірақ қоңыр краскаға боялған екен. Жақында осветление жасап, мелирование жасатуға келді. Бұның шашын шапкаменен мелирование жасадым. 40 грамм супраменен 6% оксидантын 80 грамм қостым. Осы осветлениені жасадым. Жуып болғаннан кейін шаштың түбін 6.0 және 6.1 деген краскаменен 10 граммнан алып 6% пенен шаштың түбін ғана боядым. Клиенттің қалауы бойынша қатты пепел керек емес, қоңыр сияқты түс болса деп қалады. 7.1 деген номерді қалады. Сол краскамен бояу үшін бірінші шашының түбінде 70% ақ шаш бар. Сол үшін түбін 6.0 және 6.1 деген краскамен 6% пенен бояп шықтым. Түбіне 1 сантиметр жағып шықтым. Сіздер де осылай жасайсыздар. Егер клиенттің шашының түбі ағарған көп болса, 6.1 және 6.0-ді қосып бояуға болады. Ал шаштың ұшын тонировка жасаймыз. Бірінші шаштың түбін бояп болғаннан кейін бір 10 минут күтеміз, 10 минуттан кейін шаштың ұш жағын бояймыз. Шаштың үш жағындағы осветление жасалған жерге мына қара краска, қоңыр краска тимеу керек. Сол үшін абайлап жағамыз.
Сложный окрашивание жасаған кезде көп клиенттердің шашының түптері ағарып кеткенін көресіздер. Сондай кезде түбін 600 және 61 деген красканы араластырып боясаңыздар, ақ шашты өте жақсы алады және ұзақ уақытқа дейін краска ұстайды. Краска шашта тұрады, көп кетіп қалмайды, тез кетіп қалмайды. Сіздер де осылай жасаңыздар. Шаштың ұзындығына 7,1, 6,12 және 3% пенен араластырып боядым. 7,1-ден 10 грамм, 6,12-ден 15 грамм, 3% оксидант 50 грамм қосып, осыны араластырып шаштың ұшына жағамыз. 6,12-де 2 дегеніміз фиолетовый қосылған, сол үшін мен фиолетовый корректор қосқан жоқпын. Осыменен боядым. Клиенттің қалауы бойынша 7,1 деген красканы таңдап тұр. Мен бірақ 6,12-ден азырақ қостым. Барлық түсі бірдей болып шықсын деп. Қазір бояп жуып болғаннан кейін көресіздер, әдемі қоңыр түс пен қара түс араласып шығады. Клиенттің қалауы бойынша әдемі түс шықты. Нәтижесін көреміз қазір. Осыны жаққаннан кейін, осы красканы жағып болғаннан кейін 15 минут ұстаймыз. Сосын жуып тастаймыз, жуамыз. Шампунмен және бальзаммен жуып, шашты жақсылап кептіріп, укладка жасап береміз. Ұзындығына красканы жаққан кезде тарап-тарап жағамыз. Себебі шаштың түбінде қоңыр краска бар. Шаштың ұшындағы краска мен түбіндегі краска екеуі араласып білінбей кету керек. Сол үшін тарақпенен тарап-тарап тұрып жағыңыздар. Осылай бәрін жағып болғаннан кейін 10-15 минут күтеміз. Сосын шашты жуып кептіреміз.
Міне шашын жуып, кептіріп, укладка жасадық. Клиенттің қалауы бойынша қоңыр түс шықты.